Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Кез келген жолдың басында адам бала білмейді, қателеседі, асығады, шала болмыстың жеңіл ойдың үстірт сенімнің ішінен өтеді. Бұл заңдылық, бұл өсу. Қасиет алғаш ашылғанда да солай. Адам өзін ерекшемін, барлығын өзім көріп тұрмын, бар білім ішімде деп ойлайды. Алайда уақыт өте келе ғана түсінеді. Сен емес, сен арқылы. Ғалам, рухың, жоғарғы сана, көрінбейтін қуаттар мен рухтар сен арқылы әлемге қызмет етіп жатыр. Ал сен сол үлкен жүйенің бір өткелісің. Бұны алғашында түсінбеу табиғи заңдылық. Өйткені бұл тылсым адамға бейтаныс еді. Бірақ уақыт өте келе, егер жүрегің ашық, ойың терең, ниетің таза болса, түсінік келеді, кемелдік келеді. Бірақ егер адам өзім толдым, өзім болдым, бәрімін деп тұрса, ғалам үнсіз жымиып тұрып, балалығың әлі тарқамаған екен дейді. Және ол адамдар қайта тереңге, қайта іздеуге жібереді. Себебі жүрегі жабық, себебі ол тек өзін ғана көреді. Ал өзін ғана көру ғаламның көп қабатты шексіздігінен көз жазып қалу. Сөйтіп адам бір күні өз менімен сүрінеді, жығылады. Бірақ бұл құлау емес, бұл көз ашу. Сол кезде ғана ол шын мағынада көреді. Алдынан мен емес, біз барлығымыз рухтар бірлік шығады. Міне, нағыз ғажап пен тылсым осы сәттен басталады. Өзінің жалғыз емес көп екеніңді, таяз емес терең екеніңді, аласа емес биік екеніңді түсінесің. Сен рухсың және сен рухтардың бірлігісің. Сондықтан да қасиет есігі ашылған сәттен бастап сіз жиі еститін сөз: сен мен сен, біз біргеміз. Себебі жер бетінде ешкім ешкімге жау емес. Бәріміз бір-бірімізге туғанбыз. Бәріміз бір жаратқанның көрінісіміз. Бәріміз ғалам атты алып терең тамырлы ағаштың әр бұтағымыз. Шын қабылдаған сәтте терең түсініктер келеді. Жүрек жұмсарады, жоғары сана өз жолын ашады. Бұл ғаламның алға жүру заңдылығы. Осының бәрін түсінгенде, алға жүріп, шын кемелдене отырып, дамисың. Тылсым ғаламның ғажап мүмкіндіктері мен есіктері толық ашылады. Елімізде үлкен өзгерістер орын алады. Бұл жай ғана саяси не әлеуметтік сілкініс емес, бұл ғаламдық деңгейдегі тазарту толқыны. Бұл туралы бір жылдан бері айтудамыз. Өзгеріс басталып кетті. Жоғарғы құрылғыларда ғаламдық реттеу жаңа сапарға өтеді. Содан кейін бұл орта белге түседі. Халық, қоғам, кәсіп, құрылым, бизнес, білім, медицина, орталық тірек халықтың өзі жаңаша ойлануға, жаңаша өмір сүруге мәжбүр болады. Бұл рухтың қозғалысы. Әуе ұшақ құрылымдарындағы өзгеріс болады. Жоғарыдан орта белге дейінгі тазарту, рухани тұрғыдан сана мен жүрек арасындағы көпірді қалпына келтіру. Ұшақ құрылымдарындағы өзгеріс, жол мен бағыт, жоспар мен басқарудың рухани жаңғыруы. Бұл ғаламнан шақыру, шынайы таза жүректі ұлтқа айналдыруға шақыру. Бүгін өзіңмен кездесу күні. Бүгін барлық энергиялар бір орынға тоғысты. Көктен де, жерден де, ішкі әлемнен де ағылған қуат адамды өзімен бетпе-бет қойды. Көп адам бүгін өзін өзі көзімен көреді. Ішкі жан дүниесі мен сыртқы болмысы айнадай айқындалып тұр. Өзің арқылы өзіңді көресің. Бүгін іштегі барлық түйсіктер ашылады. Осалдығың, ауыр ойларың, мінезіңнің күрделі қырлары, тұншығып келген эмоцияң бәрі жарыққа шығады. Сонымен қатар мақтылығың, батылдығың, ерік жігерің, ашық, шынайы жүрегіңде көрінеді. Адам өзінде барды көреді, береді, сыртқа шығарады. Біреудегі қорқыныш ол сенде. Егер біреуді қорқақ десең, демек өзің қорқақсың. Батылдық көрсең басқалардан, демек өзің батылсың. Ғалам жүрек арқылы дайындайды. Ұстаз рухтардың жүректен басталатын жолы. Адаммен жұмыс істеуге дайындалған ұстаз рухтар мен жол көрсетуші рухтар үшін ғалам ең алдымен жүректі ашады. Жүрек адам болмысының ең нәзік, ең терең, ең ауыр сынақтан өтетін нүктесі. Жүрек чакрасы ең қиын ашылатын чакра.
Жүректі ашу үшін қайғы, мұң, ауыр болмыстық шақ, қиын тұрмыс, бар мен жоқтың қатар жүруі бәрі де бастан өтеді. Жүрекке қайғы тиеді, мұң тиеді, сол арқылы ішкі шер қозғалады. Жасырын жаралар ашылады, сезімдер, эмоциялар, ауыр қабаттар бәр сыртқа шығады. Тек сонда ғана адам жүрегі шынайы махаббатқа толады. Сол сәтте ғана рух сені басқа жанға жол көрсетер деңгейге көтереді. Неге бұлай? Себебі жүрек толық ашылмайынша адам толық көре алмайды. Ғалам сені сынайды. Балаң арқылы, жұбың арқылы, жаның арқылы, енең, атанаң, досың арқылы. Себебі бөле жармай сүюге үйрену үшін бәрінен сабақ аласың. Әділет іздеумен емес, жүрек тереңдігімен ғана ұстаз боласың. Сонда бір күні жүрегің айқайлап барып орнына түседі, жарқ етіп ашылады, жұмсарады. Сол сәт сенің өз жараңмен терең табысқан сәтің. Сондықтан да көпшілігімізді ғалам осындай үлкен сынақтардан өткізіп жатыр. Бұл жазалау емес, бұл жүректі дайындау. Себебі сен тек өзің үшін емес, басқа жанның жүрегіне жарық түсіретін жол көрсетуші болуың керек. Бәрінде сабақ бар, бәрінде мән бар, бәрі жүрек арқылы өтеді.